Сәлем достар, санауды бірге үйренейік. Суретте қанша алма көріп тұрмыз? Бір алма көріп тұрмыз. Ал бір санын саусақпен қалай көрсетеміз? Мінекей, бір санын саусақпен осылай көрсетеміз. Бір. Суретте қанша алмұрт көріп тұрсыңдар? Бір, екі. Екі алмұрт. Екі санын саусақпен осылай көрсетеміз. Екі. Бір, екі, үш. Үш шабдалы. Үш. Үш санын саусақпен осылай көрсетеміз. Бір алма қосу екі алма. Тең үш алма. Бір, екі, үш, төрт. Төрт сәбіз. Төрт. Қолымызбен төрт санын осылай көрсетеміз. Төрт. Қанекей құлпынайларды санайық. Бір, екі, үш, төрт, бес. Қанша құлпынай? Бес құлпынай. Бес саны. Қолымыздағы саусақтарымызды ашып, бес санын осылай көрсетеміз. Бес. Суретте қанша асқабақ бар екен? Бір, екі асқабақ, үш асқабақ, төрт асқабақ, бес асқабақ, алты асқабақ. Қанша асқабақ? Алты. Алты саны. Алты санын біз екі қолымызбен көрсетеміз. Бір қолымызда, бір саусағымызда, екінші қолымызда бес саусағымызды қосқанда алты саны шығады. Алты. Қиярларды санайық. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Жеті қияр болды. Жеті. Бес саусақ қосу екі саусақ. Тең жеті. Жеті саусақ болады. Сүп сүйкімді мысықтарды санайық. Қанша мысық бар екен? Бір, екі, үш мысық, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Сегіз мысық. Сегіз. Сегіз саны. Үш саусақ қосу бес саусақ. Тең сегіз. Сегіз саны, яғни сегіз саусақ. Бір шар, екі шар, үш шар, төрт шар, бес шар, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Тоғыз шар. Тоғыз саны. Төрт саусақ қосу бес саусақ. Тоғыз саусақ болады. Ал енді қарбыздарды санайық. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Қанша қарбыз? Он қарбыз, яғни он саны. Бес саусақ қосу бес саусақ. Тең болады. Он саусақ, яғни он саны. Тамаша! Біз бүгін сандарды санауды жақсы үйрендік. Қош сау болыңдар!